Smiles, third grade for Kazakhstan People's Book, Unit 4, page 48, 49, 50. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін сіздерде жаңа бөлім buildings, ғимараттар тақырыбы бойынша жаңа сөздермен танысайық. Bathroom, жуынатын бөлме. Bathroom. Hall деп аталады бізде де. Bedroom, жатын бөлме. Living room, қонақ бөлме. Kitchen, асхана. Garage, гараж. Garden, бақша. 4 walls. Exercise 1. Look at the picture. Which rooms are on the ground floor? Which rooms are on the first floor? Which rooms are on the second floor? Бірінші жаттығуда суретке қарайсыздар. Қай бөлмелер астыңғы қабатта, қай бөлме бірінші қабатта және қай бөлмелер екінші қабатта, соны табуымыз қажет. Kitchen and the garage are on the ground floor. Hall and the living room are on the first floor. Холл және қонақ бөлмесі бірінші этажда. Bathroom and the bedroom are on the second floor. Жуынатын бөлме және жатын бөлмесі екінші қабатта. Exercise 2. Look at the picture again and match say. Екінші жаттығуда да алдыңғы беттегі суретке қарайсыздар, сәйкестендіріп айтуларыңыз қажет. First car, garage. Машина гаражда тұрады. Second, lamp, bedroom. 3, tree, garden. Бақшада ағаш бар, я? Mirror, hall. Bathroom. Bookcase, кітап сөресі, қонақ бөлмеде, living roomда тұрады. Fridge, kitchen. Cooker, газ плитасы, асханада, kitchen. Sofa, living room. Armchair, living room. Қонақ бөлмесінде диван және кресло тұрады. Астында сөйлемдерге қараңыздар. There is a car in the garage. There are 2 lamps in the bedroom. Дәл осылай басқаларында сөйлем қылып жазып шығамыз. There are 2 trees in the garden. Бақшада 2 ағаш бар. There is mirror in the hall. Холлда айна бар. 5. There is a bath in the bathroom. 6. There are 2 bookcases in the living room. Қонақ бөлмесінде 2 кітап сөресі бар. There is a fridge in the kitchen. There is a cooker in the kitchen. 9. There is a sofa in the living room. There are 2 armchairs in the living room. Қонақ бөлмесінде 2 кресло бар деген. Одан алдыңғы 9-шы сөйлемде қонақ бөлмесінде диван бар деп жазылған. Exercise 3. What did the Omars buy for their new house yesterday? Listen and tick. Then say. 3-ші жаттығуда Омаровтардың әулеті жаңа үйіне не алды деген тыңдалымды істер тыңдайсыздар және не алған затын белгілейсіздер және айтуларыңыз қажет. Тыңдалымды сіздер мұғалімдеріңізбен бірге тыңдайсыздар. They bought a lamp for the bedroom. Жатын бөлмесіне олар лампа сатып алған. Және де екінші, they bought 4 chairs for the kitchen. Олар асханаға 4 орындық сатып алған. Үшінші, they bought a table for the garden. Олар бақшаға үстел сатып алған. Our town тақырыбы бойынша exercise 4. Listen, point and repeat, then match. 4-ші жаттығуда сіздер тыңдалымды тыңдап, көрсетіп, қайталауларыңыз қажет және сәйкестендіресіздер. First, butcher. Қасапшы. Ол D суретіне тура келеді. Second, greengrocers. Көкөніс, жеміс-жидек сататын орын. Ол picture F, ол F суретіне берілген. 3. Bank, A. Банк ол да. 4. Post office, пошташы, поштахана деген ол G суретінде берілген. 5. C. Hospital, аурухана, ол C суретінде көресіздер. 6. Bakers, наубайхана. B суретінде наубайхана белгіленген. 7. E. Supermarket, супермаркет ол E суретінде берілген. 8. Sweet shop, тәтті сататын дүкен, ол H суретінде белгіленген.
сәйкестендіріп оқып қайталайсыздар. Exercise 5. Read and match. 5-ші жаттығуда оқисыздар және сәйкестендіресіздер. You can get bread from the bakers. Сіздер нанды наубайханадан аласыздар. Second, you can get a sweet from the sweet shop. Сіздер тәттіні тәтті сататын дүкенден ала аласыздар. You can get apples from the greengrocers. Сіздер алманы көкөніс сататын дүкеннен ала аласыздар. 4. You can get meat from the butchers. Сіздер етті қасапшыдан ала аласыздар. Келесі тапсырма. Let's play exercise 6. Келе ойнайық. 6-шы жаттығу. In 3 minutes say. Сіз 3 минутта айтуыңыз қажет. First, 2 shops that starts with the letter B. Сіз 2 дүкенді B әрпінен басталатын айтуыңыз қажет. Көп қой B әрпінен басталатын дүкеннің аттары. Береке болуы мүмкін. Billion, brand clothes. Әртүрлі аттарды жазуыңызға болады. Second, 2 things you can buy at a supermarket. Сіз супермаркеттен ала алатын 2 затты жазуыңыз керек. Супермаркетте барлық заттар болған себепті қалаған затыңызды жазуыңызға болады. Noodle, rice, күріш алуыңыз мүмкін, кеспе алуыңыз мүмкін, банан немесе йогурт. Йогуртты алуыңыз мүмкін супермаркеттен. 3. 2 shops that are near your house. 2 дүкенді сіздің үйіңізге жақын атауыңыз қажет. Small, мысалы, small магазиндер желісі бар. Cotton, ол киім сататын дүкен. Осы сияқты кез келген үйіңіздің жанындағы дүкеннің атын жазуларыңызға болады. 4. The name of the place you go to for your birthday cake. Сіз туған күн тортын алуға баратын жердің атын атаңыз. Ол кез келген торт сататын дүкеннің аты болуы мүмкін. Мысал ретінде, тәп-тәтті, sweet cakes, қатты тәтті, немесе адамның есімімен жазылған. Раяна cakes деген сияқты, Раяна торттары деген сияқты жазуларыңызға болады. 5. The name of the place you go to when you are not feeling very well. Сіздің көңіл күйіңіз болмаған кезде баратын жеріңіз. Мысалы, сіз паркке баруыңыз мүмкін, сол үшін парк деп жазсаңыз болады. Театрға баруыңыз мүмкін. Немесе ата-әжеңіздің үйіне барсаңыз, grandma's home немесе grandpa's home деп жазсаңыздар да болады. 50-ші беттегі тапсырмалар аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.